Облыс басшысы Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты, парасат, құрмет ордендерінің иегері, Жамбыл облысының құрметті азаматы, ардақты һәм аяулы ақын Күләш Ахметованың шаңырағына арнайы ат басын бұрып, жуырда ғана жарыққа шыққан 5 томдық жинағының тұсауын кесті. Қастерлік қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, хас сұлу өлеңнің өрнегі бөлек ханшайымы Күләш Ділдақызы Алла жазса биыл сәуір айында 75 жасқа аяқ басқалы отыр. Саналы ғұмырын қазақ әдебиетіне, қастерлі поэзияға арнаған ақын қазыналы қазақ әдебиетін тағы да өзінің інжу маржандарымен толықтырды. Осы ретте облыс әкімі Бердібек Мәшбекұлы көрнекті ақын Күләш Ахметова мен жары Қайырбек Асановтың шаңырағына арнайы ат басын бұрып, көп томдық автордың қуанышымен бөлісті. Жазу деген ол енді әркімнің басына бере берген бақ емес шығар енді. Сіз сол анау Ұлбек апамыздың жолын ары қарай жалғастырамын деп, қаншама осы уақыттың ішінде мына кітаптарды басып шығардыңыз. Бекерден бекер емес. Ана сізді қазақтың поэзиясының ақгүл деп атайтын. Ал ақынның өзі алдағы уақытта отан жайлы кітап шығаруды жоспарлап отырғанын тілге тиек етті. Мен өзім 2-3 әкімге ғана өлең жазғам. Біреуі Иманғали Тасмағамбетов, облыс әкімін айтылады. Біреуі Бердібек Сапарбаев, біреуі Бақытжан Сағынтаев. Сонда бір сізге арнаған бір жолында былай бар. Сен жүгірсең, елге қарай жүгірдің. Сен жүгінсең, әділетке жүгіндің. Сен халықтың төбесінен қарамай, сен халықтың жүрегіне үңілдің деген. Сол халықпен бірге екеніңізді мен көріп отырмын. Бұдан кейін ақынның шаңырағындағы шығармашылық шеберханасында облыс әкімі мен жазушы драматург Елен Әлімжан жаңа жинақтың тұсауын кесті. Ақынның ізбасарлары Хамид Есаман, Нұржан Қадырәлі, Жұлдыз Бейсек, арайлы шақсылықтар арнау жырлардан шашу шашса, қалалық мәслихат депутаты, Жамбыл Тараз газетінің директор бас редакторы Эльмира Мырзағали ақынның өлеңдерін нақышына келтіріп оқып берді. Ақынның шығармашылығы жайлы ізгі лебіздер айтылды. Перизат Қуатқызы, Ахан Әбілхайыр, Миржан